Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Бекзат. Бүгін мен ұбт-ға қалай дайындалдым, 5 пәннен қалай дайындалу керек, күніне неше сағат дайындалу керек, ұбт кезіндегі проблемалар, денсаулық мәселесі туралы айтатын боламын. Ендеше жалғастырайық. ұбт-ға мен 10 сыныптан кейін дайындалдым. 10 сыныпта да дайындалдым. Мен нақты мамандықта 8-9 сыныпта таңдаған дозға дейін айтқан болатынмын. Физика, математика комбинациясын дайындалу алда мақсат болды. Солай 10 сыныпта курс алып физматты оқыдым. Бірақ менің есілдертім физикада болды. Математиканы онша қатты ұнатпадым. Сонымен мен курста оны толық аяқтай алмадым. Ал физика курсын толық аяқтап жақсы деңгейге жеттім. Бірақ та бізде көктемде айтты, информатика, математика комбинациясы енгізілді. IT таңдау үшін сен информат болуың керек деп. Сонымен физика өз жайында қалды. Математика оқымағаныма өкіндім. Әрине, солайша математика, информатиканы оқу керек болды. Мен ұбт-ға дайындықты бірінші орынға қойдым. Сондықтан жаз айында бастадым. Жаз айында мен не істедім? Жаз айдың ортасында 11-ші шілде күні курсқа барып, офлайн курсқа барып, математика саласын оқуды бастадым. Ол жерде мен не істедім? Ол жерде алғашқы математиканың фундаментін өзіме қаладым десем болады. Математика курсына күнделікті баруға ниеттеніп, ағайымда күнде кел деп. Сонымен мен 2 айдың ішінде, даже 1,5 айдың ішінде бұрын 10 сыныптың көктемде бастаған, 10 сыныптан бері қатысып келе жатқан адамдарға ілестім десем болады. Ол балаларды көрген кезде сен ана жерде қалып кетпеуің керек. Өз-өздеріне сенімді, мақсаты айқын балалар. Олардың ойлау қабілеті, ойлау деңгейі басқаша. Олардан қалып кетпеу керек болды. Өзіңді алға қарай қамшылау керек болды. Солай мен біраз нәрсені жазда үйреніп бастап кеттім. Ал информатиканы мен күз айында оқимын деп шештім. Оған дейін де ешқандай курс басталмаған еді. Жаз айында мен тағы бір нәрсе істедім. Ол Қазақстан тарихы. Қазақстан тарихынан ең алғаш болып мен оқымастан бұрын бірінші, мысалы, Мәуереннахр деген қай жер, Алтай мен Еділдің арасындағы қалаларды, өзен көлдерді картадан және атауларын, терминдарды зерттеп бастадым. Соның нәтижесінде ары қарай тарихқа деген қызығушылық ояна бастады. YouTube-тағы тегін материалдарды қарадым. Бүкіл сол тақырыпқа қатысты материалдарды қарап шығатынмын. Мен түр қағанатынан бастап Қарақтай мемлекетіне дейін оқыдым. Ежелгі Қазақстанға шынымды айтсам қызықпадым. Оның үстіне ежелгі Қазақстанды тарихтан алып тастады деген нәрсе бар, бірақ оған мән бермеген едім. Солай күз айы келді. Мен қарапайым ауылдық мектепте, орта мектепте оқимын. Лицей, гимназия, ешқайсысы ондай емес. Сондықтан ауыл баласы болғандықтан мен үшін ұбт-ға дайындықты ерте бастаған дұрыс болатын шешім еді. Осылай күз айында мен ауданға барып келуім қиындады. Сондықтан онлайн форматқа көшемін деп шештім. Онлайн форматқа көшердің алдында курс іздедім. Бізге 10 сыныптан бері айтып келе жатты апайларымыз, және сыныптастардың бәрі осы 140 деген курсқа қатысып бастап кеткен екен. Тамыздық потоктар. Солай мен қыркүйекте 20-сы күні басталатын 21-ші потокқа кірдім. Солай қыркүйек айында мен 140-ты бастадым. Ол кезде мен 2 пәнді оқыдым. Ол информатика және математика. Информатика бірінші жылы енгізілгендіктен мен 100% информатика таңдайтыныма сенімді болдым. Солай математиканы, бірақ ол кезде бізде мұғалімдер күні деген нәрсені білесіздер. Қазанның ортасына дейін, қыркүйек айынан бастап біз осы мұғалімдер күніне дайындалған болатынбыз. Және мектептегі сабақ бар, түстен қосымша бар мектепте. Сонымен түнге дейін созылатын. Практикалық сабақтарға математикадан дұрыс қатыспайтынмын. Камерамды өшіріп, ары қарай дайындығымды мұғалімдер күніне тәрбие сағатына жалғастыра беретінмін. Менің жазда курсқа қатысуым осыған себеп болды. Өйткені мен математиканы тез алып кеттім. Маған алдағы өтетін тақырыптарымыз қызық болды. Мен алға озуға тырысатынмын. Осылай мен
математиканы қазан ортасына дейін дұрыс оқымадым, оның бәрі өткен тақырыптар болды. Информатиканы көрген кезде вау дедім. Санау жүйесі деген нәрсенің өзін білмеген бала болатын. Санау жүйесі. Но оказывается, информатика деген ол басқа бөлек әлем екен, кәдімгі математика сияқты. Ол жерде сен Paint'та сурет салмайсың, Word'та жазу жазбайсың, Excel'да кестелермен жұмыс жасайсың, SQL, HTML, CSS, JavaScript деген сияқты тілдерде сен код жазасың, сен Python'да бір нәрсе істеуің керек. Оказывается, информатика деген ол бөлек әлем екен. Сіздерге сол үшін информатиканы курсқа қатысуды кеңес берем, себебі информатика биыл 2-ші жыл, кейбір түлектер көріп отырса, бәлкім 3-ші, 4-ші жыл шығар. Бірақ информатика, математика сияқты 20 жыл бойы ұбт-да болып келе жатқан жоқ. ұбт 2004 жылы енгізілсе, одан бері 20 жыл математика болып келе жатыр. Математикаға сен басқа жерден тегін ресурстарды тапсаң болады, бірақ информатикаға менің ойымша қатысқаның дұрыс. Осылай бізде қазан айы да өтті. Біздің курс 4 айға созылатын. Мен осылай дайындықтарға жалғастырдым. Қыркүйек айында тарих сабағын оқымадым. Мен оны қазанның ортасынан кейін жалғастырған болатынмын. Тарих 5-11-ші сыныптарды қамтиды деп ойлайтынбыз. Өйткені бізге пробныйда ежелгі Қазақстан келетін. Ежелгі Қазақстан қайдан келіп жатқанын түсінбейміз. Ал спецификацияда ежелгі Қазақстан, яғни 5-ші сыныпта алып тастаған деді тарихта. Ал оказывается, ол 10-ші сыныптың алғашқы 1-ші және 30-ші параграфтері ежелгі Қазақстанды қайталайды екен. Тарихта 10-ші 11-ші сыныптар тарих осыға дейінгі 5-ші 9-ші сыныптарды бүкілін 10-11-ші сыныпта сіздер қайталайсыздар. Сол жерде 10-ші сыныптың алғашқы 30 параграфы ежелгі Қазақстан, сақ, құн деген секілді. Соны оқуға кеңес берем. 11-ші сыныптың кітабын оқымасаңыз да, сол 10-ші сыныптың кітабын оқыңыз. Тарихтан қалай бастадым? Тарихта менің сыныптасым алтын белгі деген курсқа қатысатын. Сол курсты алып оқу бастадым. Ал ол курстан бір нәрсе түсініп қалдым. Кітап алдым, кітапты ашып қойдым, сол параграфты сөйтіп ағай оқып жатыр. Оказывается, сол кітапта бар нәрсені ол кісі оқып береді екен. Мен как анан аспаннан көрген сияқты бір басқа әлемнен алып келіп берген сияқты болады. Ал оказывается, ол кітапта тұр екен. Содан кейін барып түсіндім. Тарихты сен кітаптан оқып өзің самостоятельно түсіне аласың. YouTube'дағы ресурстарды қарап, конспект жазатынмын, обязательно карта болатын жерін бәріне карта жасатынмын, әдемілеп, сол жерді бояйтын жерін қалашығын белгілеп. Менің миымда ол өте тез сақталатын және ұзаққа. Сіздерге де кеңес берем. Тарихты қалай оқитынмын? Тарихты аптасына 3-4 жаңа тақырып өтетінмін. Және оны бізге бүкіл сабақтарда тарихты рұқсат беретін, тарихқа ТЖТ құқықты өтпеуге рұқсат беретін. Солай мен тарих сабағында сыныптастарыма тарихты түсіндіріп беретінмін. Өзімнің оқыған нәрсемді басқаларға түсіндіру арқылы мен миымда ұзақ сақтайтынмын. Бұл сіздерге көмектеседі. Қайталау білімнің анасы. Арасында қайталап тұратынмын. Тест шешетінмін. Нұсқа кітап сатып алғанмын. Сол нұсқа кітапты талдап шыққан болатынмын. Ол білімді пысықтаудың ең ерекше, ең күшті жолы. Сіздерге айтарым, Жұбанышев деген сияқты кітаптарды жаттап әуре болмаңыз. Бірінші тарихты оқыңыз, кітапты оқыңыз. 6-шы, 10-шы сыныптар аралығындағы Қазақстан тарихы пәнінің кітабын оқыңыз. Осы кітаптарды оқу сіздің миыңызда жақсы сақталады. Әр жеріне конспект жазыңыз. Бір тақырыпты полный оқисыз, әр бір жеріне бір жаңа ақпарат, оны ертең өзіңіз тест шешкен кезде байқайсыз. Мына жерді жазғаным дұрыс болыпты ғой деп. Сол үшін сіз тарихтан всегда бүкіл жерін конспектлеп алыңыз, есіңізде сақтаңыз және біреуге түсіндіріп беріңіз. Біздің сыныпта солай болатын. Бір-бірімізге түсіндіріп беру арқылы өз миымызда жақсы сақталатын. Қазақстан тарихынан Жұбанышев деген сияқты жоғарыда айтқан кітаптарды тек бір-біріңізге сұрақ қою үшін ғана, білімді пысықтау үшін ғана қолданыңыздар. Ал негізінде түсініп оқу ол ең маңыздысы. Осылай бізде математика, информатика, тарих, одан кейін менде математика 2 бөлінеді, геометриясы бар. Осы геометрияны үйрену керек болды.
қараша айында 140-тың 41-ші потогына мен қосылдым. Ол қосылу бастапқыда мақсат болатын. Себебі мен геометрияны вообще қақпайтын. Мысалы, жаңағындай пробныйға барған кезде конус немесе цилиндр деген сөздерді оқи сап, уже мен келесі есепке өтіп кететінмін. Ал аналарды мүлдем оқымайтынмын да. Солай геометриямды мен көтердім. 2 ай болатын, 2 айға созылатын. Сонымен мен вообще 4 ай оқу керек болғам. Желтоқсанда 2 апта үзіліс болды курста жаңа жылға байланысты. Сонымен мен қаңтардың 20-сына дейін курсты аяқтаған болатынмын. Солай тарихта постепенно оқыдым, жаңа тақырыптарды оқитынмын, кітапты оқыдым, ютубтан видео сабақтар қарайтынмын. Солай тарихты сіздерге айтарым, ерте бастаңыздар, себебі жоғары балл алғандарды тарих қадап кетеді. Сіздің деңгейіңізге байланысты кейбіреулер бәлкім бір ай қалғанда дайындалып 20-да 20 алып кетуі мүмкін. Бірақ тарих ол лотерея. ОБТ-да қалай келетіні белгісіз. Менің өзім тарих жақсы көретінмін, барлық жерін оқыдым. Бірақ жіберген бір қателігім ол 10 сыныптың 1-ші және 30-ші параграф аралығындағы дұрыс оқымауым. Сол параграфтерді тастап кетуім. Мен қайталау екен деп оны қарамадым да, маған ешкім айтпады да. Солай мен ОБТ-да осы жерден қадалған болатынмын. Сіздерге кеңесім, тарихты оқыңыздар, постепенно таңдау пәнді 1-ші орынға қойыңыздар, бірақ тарихты ұмытпаңыздар. Енді осылай мен MC-ді оқыған жоқпын. Жаңа жылдан кейін де қаңтар айында MC-ді мен тек пробныйға барып келіп, сол жерден ғана опыт алатынмын, сол жерден шығаратынмын. Бізде пробныйларда математикалық сауаттылық оңай болатын, бірақ ОБТ-да математикалық сауаттылық негізі қиын келеді. Сондықтан күрделі есептерді көбірек шығарыңыз. Пробныйда алып жүрген MC-дің балдарына меніңше сенудің қажеті жоқ. Солай 140-ты оқып бітірдім. Сонымен VIP-қа іріктеу болды. VIP деген нәрсеге қызықпайтын адам едім, бірақ бір ай қалған кезде мен VIP деген не екенін танысып біліп, солайша мен VIP-қа кіруге ниеттендім. VIP-қа кірдім. VIP-та 4 пәнді оқытады. 140-та 100-ден жоғары алған балдарды және 4 пән бітірген адамдарды алады. Бірақ мен 3 пән, оның өзі геометрия мен математика 1 пәнге есептеледі, демек 2 пәнмен кірдім. Менің ойымша ол алған балыма қарай. Бізде топшаларға бөлді, бірақ ол ондай қатты разница ештеңе. Бәріміз бір білімді алатынбыз, бәрімізге бірдей ресурс беретін. Тек олардың планы бойынша, мысалы 100-ден асыратын 10-ші бала бар деген сияқты. Менің рейтингім жақсы болатын, ешқашан жасыл рейтингтан түспейтінмін, пересдача деген нәрсеге қалмаған. Соның нәтижесінде мен VIP-қа кіріп кеттім деп ойлаймын. VIP-та 4 ай оқыдық. 4 айдың ішінде біз бүкіл тақырыптарды қайталадық. Бізге күрделі түрінде есептер берді, информатиканы вообще күрделетті. Математиканы да, геометрияны да бүкілін бізге күрделі қылып берген болатын. Енді бірінші жаңа жылға дейінгі нәрсені пысықтап алайық. Егер сіз тамыз-қыркүйек айында дайындықты бастасаңыз, онда сіз жаңа жылға дейін бүкіл тақырыптарды полный бітіріп тастайсыз. Жоқ дегенде қаңтар айының соңына дейін сіз бүкіл тақырыптарды бітіресіз. Тарихтың өзінен сіз қаңтардың соңына дейін 6-9 сыныптарды бітіріп тастай аласыз. Менің өзімде сондай болған. 10 сыныптың алғашқы 30 параграфы, оны ақырын оқып аласыз, постепенно. Былайша айтқанда ОБТ-ға толықтай бүкіл тақырыпты өтіп, ненің не екенін ажырата аласыз. Енді қаңтардан кейін сіз чисто қайталау керексіз. Себебі анау бастапқыда өткен жаңа тақырыпты сіз мамырға дейін ұмытасыз. Ол по факту. Сіз бәрін еске түсіруіңіз керек. Интенсив курстарға қатыса аласыз, қайталау сабақтарын қарай аласыз, немесе VIP-қа да әлігіп қаларсыз. Бізде солай болды. Мен MC-ді оқымағам, MC-ді сол жерде оқыдым. Курста практикалық сабақты аналар басқаша жолмен, стандарт жолмен шығарып жатса, мен жабайы жолмен қиналып солай шығаратынмын. Бірақ MC ол логиканы қажет етеді. Ол жерде сіз маңызды нәрсе дұрыс ойлана білу.
сіз қанша оқысаңыз да ол сіз дұрыс ойлана алмасаңыз, есептің қайда шыққанын қорытып шығара алмасаңыз, практикаңыз аз болса, онда сіз қадаласыз. Мен осыны көп адамдардан байқадым, әсіресе гуманитарлық бағыттардан. Осылай бізде мамыр айына дейін дайындық қайталау сабақтары болды. Информатика, сіздерге айтайын, информатика ол бірінші жыл болғандықтан қиын болды, өзгерістер көп болды. Менің өзім алғашқы информатика мен қосып информат комбинациясын алғаш рет пробныйда декабрь, желтоқсан айында бірақ тапсырдым. Оған дейін юстадида ондай болмайтын. Тест-центр шығарды, тест-центрдің бүкіл шығарған пробныйлары ол қаңтар ортасына келді. Былайша айтқанда слифпен көп адамдар жоғары балл алды. Бірақ наурыз ұбт-да уже басқаша бола бастады. Нағыз ұбт-ға келгенде ол мүлдем басқаша информатика болды. Сондықтан өзгерістер болып отырды. Информатика менің ойымша ең қиын болған сабақ. Сіздерге айтарым, курстың сабақтарына ғана сенбеңіздер. Өздеріңіз басқа жақтан ізденіңіздер. Аннан-мұннан балалармен связьға шығыңыздар, нұсқа кітаптар іздеңіздер, қосымша ақпараттар іздеңіздер, дайындалуға қажетті, бәлкім көрмеген есептер бар, сондайларды сіздер үйреніңіздер. Ол сіздерге айтарым ең басты нәрсе. Өйткені бір нәрсемен ғана шектелу ол сіздің жоғары балл алуыңызға себепші болмайды. ұбт-ға қалай дайындалатынын? ұбт-ға мысалы айтқанымдай қыркүйек айында қарбаласпен өтті, концерт, анау-мынау, енді одан кейінгі жайт. Одан кейін менде ақырын режимім өзгере бастады. Бір күні 2-де жаттым, солай 3-ке ауысты, бір қарасам, уже сағат 4-те ұйықтайтындай халге жеттім. Балалармен митта отыратынбыз, бірге жұмыстарын орындайтынбыз, түсінбеген есептеріміз талқылап, нұсқа талдайтынбыз. Әйтеуір даму жолында түнімен отыратынбыз. Солай біз денсаулығымызды ақырындап құрта бастадық. Мысалы, менің көзім минус 1 сатыға түсіп кетті тағы да. 1,5 еді, ол 2-де 25 ба, сондай болды ғой деймін. Былайша айтқанда көз құруы ең алғаш, өйткені біз ноутбуктың алдында көп отыратынбыз, әсіресе информаттар ноутбуктың алдында көп отыратынбыз. Сондықтан көз мәселесі ол ең алғаш. Ал басқа да нәрселер, мысалы, мен мынандай нәрсе оқығам ұбт-ға дейін. Сен ұбт кезінде денсаулығын құртып алмауың керек, көп оқушылар осылай құртады деп. Мен басында сенбедім. Не үшін? Ол тамағымды ішемін ғой уақытылы деп. Ал оказывается ондай емес екен. Менің үйдегілерім жұмыста болатын, түсте таңғысын ешнәрсе ішпей мектепке кететінмін, мектепте бір кружка кофе ішетінмін. Содан кейін түсте үйге келген кезде мен тамақ ішпейтінмін, ешнәрсе ішпейтінмін, таңғысында ешнәрсе ішпеймін. Сонымен практикалық сабақтарға үй жұмыстарын орындап, солай үйдегілер кешкісін келген кезде сағат 6-лар шамасында бірге шай ішсек, ішпесек, бір нәрсе жейтінмін да, содан ары қарай дальше оқитынмын. Ал үйдегілер ужин ішіп жатқан кезде мен олармен бірге кешкі асымды да ішпейтінмін. Сағат 2-лерде немесе 12, сондай уақытта бірақ тамағымды ішетінмін, жалғыз өзім отырып. Кейде түнімен сағат 3-терде, 4-терде, мен әйтеуір 3-4-терде тәбетім ашылып тұрса, ішіп жеп алатын, өйткені мен таңғысын ешнәрсе жемейтінімді білетінмін. Сондай, оның үстіне менде ұйқы деген нәрсе азайды. Көп ұйықтау деген нәрсені ұмыттым. Осы нәрсе тоже адамға әсер етеді, сүйектеріне, бойының өсуіне деген сияқты әлсіздік пайда болуы мүмкін, бірақ алға қарай артқа шегінетін жол жоқ. Сондықтан ондай нәрселер болмады, бірақ денсаулығым тоже нашарлағаны өзіме сезілді. Оның үстіне шай ішу деген сияқты нәрселер азайды. Менде сумен дос болып кеттім. Қайнаған су болмаса, жай ағып тұрған су деген сияқты. Сендерге айтарым, осыдан кейін де универге барасыңдар, ол кезде де денсаулық керек, сондықтан хотя бы бір нәрсе ішіп, жүрек жалғап жүргендерің дұрыс. Таңғысын барынша шама келгенше бір нәрсе ішуге тырысыңдар.
мен мысалы тұра салып 5 минуттың ішінде сабаққа кетіп қалатын, киініп бет қолымды жуып прямой сабаққа кететін. Өйткені түнде сағат 4-терде жатасың, кейде 4-тен кейін жатасың, ал таңғысың сабақ. Одан кейін сіздерге айтарым, түнімен жүрем ба или таңғысын оқимын ба деген сұрақ болады. Біреулерге түнде оқыған ұнайды, ал біреулерге күндіз таңертең оқыған ұнайды. Мен мысалы сабақ кезінде ағай апайлардың сабағында отырып есеп шығарып отыратын немесе басқа нәрсе істейтінмін. ОЖБ ТЖБ кезінде біреуге жазғызатынмын немесе өзім жазып ары қарай есебімді шығарып бір кітабымды оқып отыратынмын. Сіздерге де кеңес беремін. Сіздердің қазіргі басты мақсаттарыңыз ұбт, сондықтан бос уақыт қала қалса, онда сіздер өз сабақтарыңызды оқыңыздар. Басқа сабақтың бәрін артқа, екінші орынға қойыңыздар деп айтамын. Бәріне үлгеру керек. Одан кейін түсте мектепте қалып оқыдым. Жаңа жылға дейін түсте ешқайда үйге бармай сабақ оқып, кешкісін 6-7-лерге дейін сабағымды оқып бітіріп, содан кейін үйге барып тамақ ішіп, қайтадан түнге дейін сабақ оқитынмын. Одан кейін випқа кіргеннен кейін мен түстен кейін мектепке бармаймын. Түсте үйге келіп, сол оқытырғаннан сол 3-4-терге дейін отыра беретінмін. Сабақ деп басқа нәрселерді ұмытып кетпеңіздер. Туған күндерге баруда, там вечерлерге баруда, бірақ сабақты бірінші орынға қойыңыздар. Былайша айтқанда, өз жоспарларыңызды құрыңыздар, режимдарыңызды құрыңыздар. Бүгін мынаны істеуім керек деңіздер, соны істеп бітіріңіздер. Содан кейін демалсаңыздар болады. Если қанағат болмасаңыздар, ары қарай оқи беріңіздер. Себебі сіздер ары кетсе 9 ай қиналасыздар. Кейбіреулер одан аз, кейбіреулер одан көп. Бірақ соңында нәтижесін көрген кезде, еңбек ақталған кезде сіздер әрине өте қуанасыздар. Сондықтан еңбек ақталсын десеңіздер, оқудан шаршамаңыздар, оқудан талмаңыздар. Еш нәрсенен қалмай, бірақ жетістікке жететін адамдардың бірі болыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.